Құрметсіздер, құрметті достар, жазылушылар. Осындай сұрақтар көп келіп жатыр және алдағы уақытта тағы да келеді деп ойлаймын. Ал басында мән бермедім мұндай сұрақтарға, бірақ видеосын шығаруға тура келді. Себебі мені бір затқа үйреткен адам сондай сұрақ қойды: ютубтан ақшаны қалай алады? Просмотр көп болды, енді осындай сұрақтар да келді. 5000 көру саны болды, енді сол 5000 үшін мен ақшаны қалай аламын? Канал аштып, енді ютубқа ақша қашан түседі деген сұрақтар, қызық сұрақтар келді. Қызық тіпті күлетін сұрақтар келді. Ютубқа кірдім, ақшаны енді қашан аламын дейді. Ақша қашан келеді банкоматқа? Сондай сұрақтардың түрі келді. Яғни енді сол бір сұрақты бір видеоға талқылап кетеміз. Кішкене зейін салып тыңдаңыздар. ютубта ақша табайын деп жатырғандар, алдағы уақытта сондай бір жоспары барлар, сіздерге бұл видео арналады. Жалпы YouTube туралы бір сұрақ қоймастан бұрын бізде плейлистте YouTubeқа арнайы видеолар бар, соны қойып кетіңіздер. Қарап кетіңіздер. YouTube видео сабақтар деген, әсіресе бірінші видеоны міндетті түрде қараңыздар. Оның ішінде канал қалай ашады, не істейді, не қылады, қалай ол менюді қалай өзгертеді. Жалпы осы видеоны қарасаңыздар, сіздер ішінде 90-95% видеоның қыр-сырын, құпиясын, қалай, қайда, неге, неғып деген сұрақтарға жауап таба аласыздар. Сөйтіп қалауыңыз бойынша сөйтіп кете бересіздер. Достар, мені тыңдап кетіңіздер. Бірінші канал аштыңыздар, осы видеоны қарадыңыздар, каналыңызға 1 ай жарымнан асты, апта сайын бір видео шығып жатыр, айына 3-4 видео шығып жатыр, көру саны 3000-4000-нан астам. Бұл максималды, сізге алу үшін, және видеоларыңыз авторлық құқық болу керек, немесе монтаждалған болу керек. Ол сіздерді тексереді. Партнерка деген ютубқа қарайтын компаниялар тексереді сізді. ютубтан видео алып кері салған үшін ол сізді біліп қалады. Сондықтан ютубтан видео алсаңыз да оны кішкене монтаждаңыз, бірдеме беріңіз, монтажда. Сосын барып ютубқа кері салғаннан кейін сіздер өзіңіз авторлық құқық иеленетіндей боласыз. Сондықтан авторлық құқыққа да мән беріңіз, өзіңіз салғандай болсын. Яғни видеоларыңыз авторлық құқық болсын, өзіңіз иелену керексіз, яғни өзіңіз ойлап табу керексіздер. Сонымен каналыңызда 500 жазылушы, көру саны 3000-4000-нан асады бір видеоға, сосын барып мән беруге болады. Ал біріншісінде қарайық. Біріншісінде біздің видеода ютубта партнеркалар бар. Қазір мен сіздерге оны мысал ретінде айтып кетемін. Міне, ютубта партнеркалары бар. Партнерка деген не? Ол сұрақтар болады. Ол партнерка деген не ол тіпті деген? Шынында ондай сұраққа қарсы тұра алмаймын, себебі өзімде осындай күйде болдым. Партнерка деген не ол? Сөйтіп, міне, ютуб қараңыз. Мынау жарнама дейік, міне, жарнама. Бұл ютуб. Бұл партнерка, міне. Жарнама, ютубқа жарнама жасатады. YouTube сол жарнаманың 100%-ін, 40%-ін өзіне алады. Қалған 60%-ын біздерге береді, маған береді, сіздерге береді, каналы барларға береді, каналы барларға береді. Каналы барлар дегенде, міне, партнерка деген осы, міне. Мен Квиздамын, Air бар, Scaleup бар, тағы сөйтіп кете береді. Партнеркалар өте көп, міне. Сіз осы жерге, міне, біздің партнерка деген осы, міне. Бұлай, міне, партнерка. YouTube 40%-ын алғаннан кейін, қалған 60%-ын партнеркаға береді. Партнерка сосын барып бізге таратады. Сіз қай партнеркадасыз? Соның барлығын береді. Енді, міне, партнерка сосын каналы барларға таратады. Партнеркалар көбісі 30%-ын алады, қалған пайызын, 70%-ын сіздерге береді, немесе 80%. Әр партнеркада әр түрлі. Біреу 80 береді, біреу 90%-ын береді, сөйтіп кете береді. Мысалы, қараңыз, зейін салып тыңдап жатсыздар ғой, барынша зейін салып тыңдаңыз, себебі сонда түсінесіздер.
қараңыз, ютубқа маған мысалы бір 10 мың теңге түсті дейік. 10 мың теңге түсті ютуб. ютуб оны партнеркаға берді маған. Партнерка маған 8 мың береді, соның 8 мың. Өзіне 2 мың алып алады. Енді партнерка неге ол 2 мыңды алып алады десеңіз, ол сіздің каналыңызды былай айтқанда алдағы уақыттарда бір заттардан қорғайды. Тіпті ол алып отыр, былай айтқанда ол сізге жұмыс беруші, сіздің бастығыңыз, былай айтқанда. Ал ютубтың өзіне тікелей бола ма деген сұрақ туындауы мүмкін. Мен ютубқа партнеркаға емес, мен ютубтың өзіне барғым келеді деген сұрақ туындауы мүмкін. Ондай жағдайда болады, бірақ ютубта AdSense деген бар. Ол AdSense деп аталады. Партнер демейді, ютубтың өзінікі AdSense. Сөйтіп кете береді, кішкене түсінбесеңіздер айып жалпы AdSense деген бар. AdSense сізге 100%-ын береді кәдімгі жарнамадан түскен. Бірақ AdSense өте қатты қарайды. Сіздің көру бір видеода шамамен 500 мыңнан асу керек. 500К деймін, себебі К деген мың. Немесе каналыңызда 10 мыңнан аса адам болу керек. Тіпті сіздің әр видеоңыз авторлық құқық болу керек, авторлық. Сосын барып AdSense әр видеоңызды қарап шығады, кәдімгі ерінбей. Менде АЖК деген канал болды. АЖК деген канал өкінішке орай AdSense-ке қосылғаннан кейін АЖК болды дегенде әлі де бар, бірақ AdSense-ке қосылғаннан кейін АЖК бірден баналды, себебі ерінбей, олар барлығын қарап шығады, ерінбей. Сонда ескеріп кетейік. AdSense-ке былай айтқанда қазақстандықтарға әлі қосылмай-ақ қойыңыздар. Ол алдағы уақытта партнеркадан болады, кетіп, сосын авторлық құқығыңыз барлығы 100%, 99% болса, онда сондықтан бірінші мен сіздерге партнеркаға кеңес берем. Ол қандай партнеркаға, ол қандай партнерлар қандайға қосылған жақсы десеңіз, мен сізге қазір айтып кетейін. Сонымен, мысал ретінде каналыңызда 100-ден аса жазылушы бар, каналыңыз 1 ай жарымнан асты, бір видеоңыз 5 мың, 6 мыңнан көру саны асты, аптасынан бір видео шығып тұр, болды. Онда бірінші мына Юдукаға мән бересіздер. Міне Юдука деген бар, YouTube видео сабақтар деген ішіне міне плейлистке кірдіңіз. Міне плейлистке YouTube біліп жүремін де плейлист бар, YouTube видео сабақтар деген бар. Міне бірінші видеоға кірдіңіздер. Бірінші видео кіргеннен кейін Юдука туралы танысып шығасыздар, қалауыңыз бойынша қарап шығасыздар. Жалпы тәжірибеңіз бар кішкентай. Міне бірінші тұрған сайтқа басасыздар. Бірінші тұрған сайтқа міне. Ал міне болды. Сосын басқаннан кейін міне осы жерде начать подключение деген бар, болды. Сосын сізді шамамен 3 күннің ішінде қарайды. 3 күннің ішінде қарағаннан кейін олар тексереді, сіз не видео салып жатыр, сіз көру саныңыз қалай өсіп жатыр, жазылушы санын қалай қарады, ютубтан видеоны алып кері салған жоқ па деген соның барлығын тексереді. Егер барлығы жақсы болса, онда сізді қабылдайды. Екінші, егер жоқ, мені Юдука қабылдамады, ондай жағдайда не істеймін десеңіз, онда міне ютубта екінші бар. Бұны да басынан аяғына дейін қарап шығыңыздар. Басынан дейін қарап шығыңыз, біршама затты түсінесіздер. Мен анда кибимен қалай ақша алғанымды барлығын көрсеттім. Міне бұл жерде міне осы жерге басасыздар. Міне көріп отырсыздар. Қазір мен сізге көрсетіп жіберейін. Міне мына жерге басасыздар. Одан кейін басқаннан кейін сіздерді қабылдайды. Міне join now дегенді көріп отырсыздар. Осыған басасыздар. Осы жерге басқаннан кейін сіздерде бұл 3 күннен кейін хабарлама келеді почтаңызға. Сізді қабылдадық, жұмыс жасай беріңіз деп болды. Сізде сол күннен бастап 1000 көру санына ақша төлеп бастайды. Енді 1000 көру санына ақшаны қалай береді, ол қанша береді деген сұрақ туындаса да бірден осы видеода айтып кетейін. Ол сезонға байланысты, ол экономикаға байланысты, Қазақстан экономикасына, ол жарнама берушілерге байланысты көріп отырсыздар ғой. Сонда 1000 просмотрға қанша береді деген видео бар. Сонда қарап шығыңыздар. Бұл жақта толықтай тоқталғанмын. Сіздерге де мына жерде қысқада нұсқа айтып кетіп жатырмын. Сезонға байланысты, экономикаға байланысты, жарнамалардың берушілерге де байланысты.
мысалы қараңыз, егер мені Москвадан қараса, мың жазылушы болса, мың адам қараса, маған қомақты ақша түседі. 10.000 адам қарағанның үстінде де маған жақсы к дейін, ол мың деген мағынаны береді. 10.000-ды мысалы компьютермен жарнамасы бар видеолары қараған үшін маған $2 беру мүмкін. Бұл жерде, яғни ойлап қараңыздар, Ресейде экономикасы өте жақсы және Москвада да жақсы. Енді бізге қазір калькулятор керек. 10.000-ды көбейтемін. Мысалы, Москвадан тек қараған үшін 2-ге міне $20,000 береді. Көріп отырсыздар, $20,000-ды енді оны теңгеге көбейтсек, 300 қазір доллар түсіп кетті, 315, 6 миллион. Ойлап қараңыздар, өте тамаша ақша. 10.000-ақ жарайды. Бұл жерде мысал ретінде көрсеттім. Ол 0, көбіне 0,56, 0,99 болуы мүмкін. Бір кездері көрдім мен, Қазақстанда $1 берді 1000 просмотрға. Өкінішке орай, қуанышқа орай емес, менде жарнамасы бар видеолар өте аз. Онда қазір статистикамен қарап шығуға болады. Компьютермен де аналитика деген бар, ал телефонда қазір мен сіздерге көрсетіп кетейін. Менде міне студио деген бар. Міне студиода міне аналитикада барлығын қарауға болады. Мен сіздермен ашық болып жатырмын, достар. Бұндай информацияны негізінде 2-ның бірі түгел ешкім бермейді. Мен тіпті канал барларға сұрақ көрдім, ақша қалай табасың? Жоқ, ешкім осындай сұрақтарға жауап бермейді. Тіпті орыстардың өздері қашады. Қазақтар тіпті мені айтпай-ақ қойын. О қалай, қайда деген, сіз таба алмайсыз бұндай информацияны. Сондықтан бұндай видеоларға лайк басып қойыңыздар, мені қолдап жүріңіздер. Барынша достарыңызға, туысқандарыңызға осы каналда айта жүріңіздер, таба аласыз деп сілтемесін бере жүріңіздер. Сонда сіздер оларға да көмек бересіз және мен де көмек береміз деген сияқты. Міне доход деген көріп отырсыздар. Міне ең астында Қазақстанда за 1000 показ $1.17 береді. Міне тамаша. Бұл жерде байқауға болады. Көтеріліп кетті тіпті. Жарнамалардың түрлері бар. Біреуі жіберіп қояды, сіздер компьютермен көрген боларсыз. Жанында жарнама болады, астында жарнама болады деген. Примерный коммерческий просмотр дейді. Менде қаншасы ай сайын көп болғанмен, бірақ 10.000 көру саны. Бірақ $8 беріп тұр. Әр жарнама әр түрлі береді. Бұл жерде мысал ретінде айтып тұр. Енді доход менде шыны керек 8 теңгемен санасақ, 1,500, 2.000, 3.000 теңге сондай болады. Енді расын өтірік алдамай қойын. Бұл программаны негізінде Play Market'тен аласыздар. Бұл Play Market'те YouTube деп жазсаңыз, осындай барлық видеомен теги жаза аласыз. Описание, монетизация деген шығады. Міне қарап отырса, егер сіз видеоға кіріп, мысалы единицаны біреу LG G6 шолуды көрек, міне ручкаға басам. Сіздерде монетизация деген болмайды, бірақ менде монетизация деген бар. Себебі мен квизге қосылдым. Міне жарнамалардың түрлері міне. Сіздер көріп жатқан барсыздар, компьютермен қарағанда жанында жарнама болады, тағы міне астында жарнама болады, ондай жарнама, осындай жарнама сөйтеді. Олардың әр бағалары әр түрлі болады. Міне монетизация деген осыдан болады. Ал келесі енді, мысалы енді партнеркаға қосылды дейікші. Партнеркаға қосылдық. Партнерка қосылғаннан кейін сізде WebMoney ашу керек болады, немесе банкомат карточка. Енді банкомат карточка ол деген $100, көбісі $100 болғанда ғана банкомат карточка тікелей жібереді. Шында керемет. Мен $100-ға ондайға жетпек түгіл, манна да жоя алмаймын. Тек $8 әзірше $9-дан мен асқан жоқпын. Тек $9 алдым. Ең максимал түрде оны қарауға болады статистика түрінде. Сосын сіздер WebMoney ашу керек боласыздар. WebMoney бізде бар. WebMoney деген электронды кошелек. Кәдімгі сіздерде шын өмірде кәдімгі банкомат ұстап жүрсіздер. Ал бұл жерде де WebMoney тек электронды WebMoney біліп жүремін деп бар. Ол WebMoney қалай ашады деген. Міне WebMoney'ді қалай тіркейді дегенді қарап шығыңыздар. Осы біліп жүремін де бар. Қалай ашу керек екен. Алдағы уақытта құжаттарыңызды дайындап қойыңыз. 16 жастан болсаңыз, сізде тікелей WebMoney'ден банкоматқа жіберуге болады. Бұл жерде де
үлкен плюсі осы жерде. Енді киви партнеркалар көбісі кивимен жұмыс жасамайды, алдағы уақытта жұмыс жасап кетпесе. Сонымен келесі тоқтап кетейік. Енді біз квиз қабылдамады, UDK қабылдамады, онда біздер амал жоқ, не істейміз? Air деген бар, квиз групп сияқты. Airға да қосыласыздар, міне кіресіздер. Одан кейін бұл деді мобиль, мінекей тамаша. Негізінде Airда өте танымал партнерлардың бірі квиз сияқты, қатал қарамайды. Міне стать партнерым деген жоғары жақтан көріп отырсыздар. Бұл жерде де көптеген үйретеді. Airмен толықтай танысасыз. Мен Air'да көп білмеймін, бірақ атақты медиасет екенін білемін. Медиасет, партнер деген екеуі бір мағына. Сонда ескеріп кетейік. Немесе жазып кетуге болады. Партнеры медиасети для YouTube десеңіз болды. Осы жерде осы бір жерден кете береді. Егер Air алмаса, немесе квиз алмаса, Scalable алмаса, онда VSP группта да алу мүмкін. Неден тілім, осыларда да өте танымал, сондықтан осығанда қосылуға болады. Егер барлығы алмаса, онда сізге себебін айтады кейбіреулер. Осы жер дұрыс емес, осы жер осылай емес деп, сонда дұрыстап жіберіңіз. Сосын ютубтан видеоны алып, тым монтаждамай құр салып, сіз сосын мен қалай ақша табамын, 1000 теңге болды, 1000 көру саны болды, енді одан ақша қалай аламын деген сұрақ тіпті болмасын. Сондықтан сонда ескеріп кетейін. Ол 1000 көру саны болса, ол мысалы 1000 көру саны, ол телефоннан қаралса, дым жарнамасы болмаса, сонда сіз 1000 көру саны, тіпті миллион көру саны болса да, дым жарнама болып, немесе партнеркаларға қосылмасаңыз, монетизация жасалмаса, айтпақшы, монетизацияны мен сіздерге айтып кетейін. Монетизация деген, сіз партнеркаға қосылсаңыз, партнеркаға сіздің каналыңыз монетизация жасалды деген сөз. Монетизация біздің жалпы қазақ тілімен айтқанда, сіз ютубтан ақша тауып жатырсыз. Монетизация жасалған жоқ, ақша таппайсыз. Монетизация жасалды, ақша тауып жатырсыз деген мағынаны білдіреді. Енді кішкене барынша блокнот болса, осыны жазып алыңыз. Монетизация, себебі ұмытып қалу мүмкінсіз. Осыны шетелдердің тілдері бізге қиын, және барынша ондайды жаттап алыңыз болады. Мен кейбір сөздер тіпті қарапайым болғанмен, екінші күні оның не мағынасы екенін ұмытып қаламын, себебі шетелше жазылған. Достар, сондықтан түсінікті деп ойдамын. Міне көптеген партнеркалар WebMoneyмен төлейді. WebMoney сосын банкоматқа жібереді. Міне банк дейді, Payoneer деген өздерінікі, шетелдікі, бізге керек емес. Міне банк $100 болса ғана банкқа береді. Кейбіреу кивиге де беру мүмкін. Міне WebMoneyға маған түседі. Міне WebMoneyді мен жаққа жаздым, болды. Submit, принять деген сөз болды. Сосын маған ақша түсіп тұрады. Ақша түсіп тұрғаннан кейін, мысалы $9 мен теңгемен аударып аламын, мысал ретінде. Сосын оны көбіне единицаға жұмсаймын. Мен наличка алу өте қиын, себебі комиссиямен келгенде ол шыны керек біршама ұстап қалады. Мен айтқанмын ютубта ақша қанша табамын дегенде, сонда жалпы енді не айтамын, жалпы осы видео сондай сұрақтарға жауап. Мен ақшаны қалай аламын, 1000 көру саны болды, немесе менің көру саны бір видеомда 500 000 көру саны, неге мен ақша таппаймын деген сұраққа бұл кәдімгі жауап. Сондықтан осы видеоны қарасаңыз, сіз жауабын алдыңыз. Не айтқым келіп отыр? Сіз монетизация жасалғаннан кейін барып ақшаны таба аласыз. Сосын шетелдің музыкасын пайдаланбаңыз, Америка құрама штаттарының киносын пайдаланбаңыз. Олда да YouTube ондайларды да біледі. Қорытынды, партнеркаға қосылдық. 1. 2. Партнеркаға WebMoney'мізді жаздық. 3. бір айдан кейін ақшамызды аламыз. Болды. Еш қиындығы жоқ. Осылай
еңбектену керек, ютубқа кішкене уақытыңызды арнау керек, шыны керек. Не айтуға болады, шетелдердің музыкасын пайдаланбау керек, шетел Америка құрама штаттарының киносын пайдаланбау керек, және тіпті басқа біреудің видеосын тіпті де пайдаланбаған жақсы. Егер алдағы уақытта мен ақша табамын десеңіз, тіпті мен өзім 2013-те ашып, мен ютубта ақша табуға не екенін де білмеймін. Сосын мен 2015 жылы қосылғанын ойлап қараңыздар. Мен оған дейін құр видео салып жүрдім. Сондықтан сіздерді бірден ақша үшін жұмыс жасамаңыздар. Өзіңіз жақсы көрсеңіз бастап, сосын алдағы уақытта тастап кетпейтіндей жұмыс жасасаңыз, сіз бір нәтижеге жетесіз. Барынша плейлист бар ютубта, сонда қарап шығыңыздар. Ютубқа арналған видеолар сіздер көрдіңіздер. Соны қарасаңыз сіздер бірнеше мағлұмат аласыздар. Біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз.